пикетті қалай ұйымдастыруға болады? Қазақстан Республикасының Конституциясының 32-ші бабына сәйкес сізде бейбіт пикетке құқығыңыз бар. Өткізу ережелері Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы заңмен реттеледі. Жеке пикет құқығын жүзеге асыру үшін өткізетін күнге дейін 5 күнін кешіктірмей арнайы форма бойынша пикеттің күні, орны, уақыты және тақырыбы көрсетілген хабарламаны әкімдікке беру қажет. Мәслихат бөлетін арнайы орындары қоспағанда бір жерде күніне 2 сағат қана пикетке шыға аласыз. Әкімдік өз жауабын 3 күн ішінде хабарлайды. Келесетінін немесе бас тартатынын, немесе сізге басқа орын ұсынатынын. Құқық қорғаушының кеңесі. Қазақстан билігі назарлық акцияларды өткізуге үнемі бас тартады. Бірақ сіз табанды болыңыз және рұқсат алу үшін өтініш беріңіз. Себебі проблемалар әрқашан шешуді талап етеді.